Ассалаумағалейкум. Сіздерге қазір пайдалы видео жазба түсіріп отырмын. Бұл видео жазбаны мұқият қарап және өздеріңізге орындап көрулеріңізді сұраймын. Яғни біздің 5 июнь, яғни маусым айында өтілетін сайлау, яғни конституциямыздағы енгізілген өзгерістерге байланысты референдум, яғни сайлау болып өтеді. Осы сайлауға толыққанды барлығыңыз қатысуларыңызды сұраймын. Енді қазіргі таңда барлық абоненттерге, яғни мынандай SMS-тер келіп жатыр. Өз сайлау учаскеңізді біліңіз деген. Яғни осы астында сілтеме көрсетіліп тұрады. Осы сілтемені басу арқылы сіздер сол сайтқа өтесіздер. Яғни сол сайт арқылы сіздердің өз аумақтарыңызды көрсетесіздер және ЖСН-деріңізді жазасыздар және не робот деп табу батырмасын басқан кезде сіздерге өздеріңіздің қай учаскеде екендеріңізді, ол учаске қай жерде екені, мекен жайы нақты көрсетілетін болады. Яғни сол арқылы сіздер 5 июнь күні сол учаскелеріңізге барып дауыс бере аласыздар. Немесе одан сайлау алдын ала барып сол тізімде барсыз ба, әлде жоқсыз ба, нақты тізімнен көре алады екенсіздер. Осы видео жазбаны толыққанды көріп, орындауларыңызды және сайлауға толыққанды қатысуларыңызды сұраймыз. Так, Түркістан облысы дейміз. Осы жерде белгіленген ЖСН-ді жазасыздар. Так, бұл енді не робот. Табу батырмасын басамыз. Осында сіздер мына нәрсені көре алады екенсіздер. Яғни ЖСН, сайлау учаскесі, қай сайлау учаскесі, 200 сайлау учаскесі және ЖЦ қаласы, ЖЦ ауданының мекен жайы нақты көрсетіледі екен. Егер де учаскелер өзгерген болса, соны нақты анықтап біліп алсаңыздар дұрыс болады. Жалпы назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Бұл ЖЦ қаласы 200 сайлау учаскесінен жасалып отқан шақырту.